Ассаламуалейкум. Құрметті көрермендер, құрметті құсүйер қауым, қалдарыңыз қалай? Так, бүгін көктемнің алғашқы күні, оразаның басталуы. Баршаңызды келіп жеткен ораза айымен құттықтаймын. Ораза тұтқан кісілер, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сол демалып кеше бүгін қорада біраз шаруалар жасадым. Кеше түнгі 11:30-ға дейін мынаны құрастырдым. Сол бүгін аяқтап балапандарды әкеп қойдым. Мына жерде тоже барковский тауықтар болған, олардың бәрін шығарып тастап, брамаларды осы жаққа қойып қойдым пока, отдельно өздерін. Келесі инкубацияға, в общем, жұмыртқаларын алып салып көрем. Бізде кеше айтқан болатын видеода, бір тауық жатты деп жұмыртқаға. Сол тауықты міне мына жаққа отдельно өзіне отырғызып қойдым. Осындай лампочка қойдым. Жемін суын алдына қойып, ішіне жатқызып қойдым. Менде былтыр балапандар тұрған брудер. Соның ішіне осындай ұя бөліп, астына шөп салып қойдым. Астына 13 жұмыртқа салдым. Бұл өйткені кішкене тауық ірі, 13 жұмыртқаны шығара алады деген ойдамын. Меніңше мынау жақсы басып шығаратын сияқты, өйткені тұрып кету жаңағыдай не жоқ екен вообще. Қалай жатты, солай жатыр әлі. Бір тауықтар болады қандай, тұрып кетеді, қайтып жатқысы келсе жата салады. Бір кезде қарасаң жем жеп жүреді деген сияқты. Мынада ондай жоқ. Бұл чисто жатыр. Әлі жемнен кішкене жеді, бірақ су ішпепті әлі. Енді алла жазса, жақсы басып шығарады деген ойдамын. Бұған кеше астына домашний тауықтың жұмыртқасы салам деп ойлағам, бірақ салған жоқпын. Чисто кучинский жұмыртқаларды салып қойдым. В общем, 13 жұмыртқа. Кучинка шығарады бұл чисто енді, алла жазса. Жалпы сөйтіп күрік тауықты жатқыздық. Менде инструменттер жұмыс істеген. Олар тоже тұрады осы жерде, өткен мен аяқтауым керек әлі. Есігін істеймін, сымдарын жүргіземін, лампочка жағам ішіне тоже. Бірақ әлі оған қоятын балапан жоқ, сондықтан оған асығыс жоқ. Мынау бізде брама тауықтар. Мынау светлый брама, мынау палевый брама, мынау вообще пепельный оттенок дейді. Күл түсті араласы үшін. Сондай тауық. Енді ауырып өскен брама, кішкентай болып қойған. Бірақ жүр әйтеуір. Мынау бізде әтеш, жалғыз әтеш шыққан. Брамадан шыққан. Бұл да тауық басып жүр екен. Мен бұны әлі тауық баспай ма десем, жоқ. Тауық басып кәдімгідей қораз болып қапты. Жаңа жемдерін салған. Сол жем жеп жатыр. Ар жаққа да, бер жаққа да жем салып қойған. Ана жерге суын құю керек қазір. Сулар қатты мұз болып. Сосын менен бір кісілер сұрапты. Несушка тауықтардың жұмыртқасын инкубаторға салуға бола ма деп. Инкубаторға салуға болады. Бірақ инкубаторға салмастан бұрын бір апта 10 күндей қораз қосуыңыз керек қасына. 7-8 тауыққа примерно бір қораздан деп есептеп солай қосуыңыз керек. Өйткені аплод болмайды ол қоразсыз, білесіздер. Сондықтан несушкадан шыққан тауықтар бар, қазір мен сіздерге көрсетем қайсы шыққан.
несушкадан шыққан тауықтар бар қазір. Сіздерге көрсетемін. Менде кучинскийлар мен ар жақта Варковский және домашний тауықтар. Так, менде Ломон Браун деген несушка тауықтардан шыққан тауықтар бар. Біреуі көрсетем, Ломон Браун. Ломон Браун деген осындай қызыл тауықтар ғой. Солардан шыққан мына. И басында менде мынандай шапкасы бар. Қораз болған, сол екеуінен шыққан ғой міне. Осы и мынау топ. Сол несушкадан шыққан. Сол сияқты несушка тауықтардан да балапан шығаруға болады жұмыртқасынан. Бірақ әтеш міндетті түрде қосу керек қастарына. Жақсы туады, жұмыртқасы да ірі. Жұмыртқаны да жақсы туады. Мына екі тауық та туып жүр менде. Барковскалардың бәрі туады. Мен что-то басын шұқып тастаппын мен. Неғып шыққан. Қазір әкеп су құю керек. Судың осыны астына қойып қоятын шығар. Өйткені қатып қаптан жерден. Неге қатып қойған, олай қатпайтын. Жұмыртқаларын жинап алғам, айтпақшы жаңа. Ар жақтан, бер жақтан. Бер жақтағының бәрі емес, енді 3-4 алдым ғой деймін. Қалған анау тауықтың астына салып тастадым. Осындай красавчиктер міне. Осы қораздың формасын айт маған. Чем мынаған қарағанда. Что-то не то. Бірақ көреміз енді. Бәрібір басқа линия, қан жаңарып дұрыс балапандар шығады деген ойдамыз. Сол себептен алып жатқан жоқпын. Просто өзіне өзін қойғым келіп тұрған жоқ қазір. Ар жақта тұр ғой бір кучинский қоразын өзінің. Оны бері қарай қосайын десем, мыналарға тыныштық бермейді. И өзінің қаны. В общем, екі себеп болып тұрған қоспауға. Так, сіздерге қазір балапанды көрсетем. Мына жақта бізде балапандар. Басында келгенде шулап, дұрыс үйрене алмаған. Қазір тфай-тфай кішкене үйренді. Мынаны кішкене салқындық қылатыр. Енді бұлар брудерден шыққасын, мына жер по-любому салқындық қылады бұларға. Бірақ осыған үйрену керек бұлар. Сол себептен ешқандай қорқыныш жоқ. Бәрі жүр. Кормушка істеп қойдым. Үшін болтыққа толтырып қоясыз. Керегінше жеп шөгіреді. Бәрі осы инфракрасный лампочканың астында отыр. Енді алдағы уақытта күн жылыйды ғой, по-любому. Іші жылы болады. Астына суын қойып қойдым. Бүгінгі біткен тірлік осы болды. Енді брамалар осында тұрады пока. Өйткені мына жер бос тұрмау керек. Анау үлкен балапандарды осы жерге шығарам ғой ертең алар. Бірінші партия шыққандар кішкене өскесін 1 ай 2 айға жақындағанда осы жаққа түсіріп тастаймын. Оған дейін осы брамалар тұрады. Кеше бір брама жұмыртқа туыпты.
Жаман қонақтап отырған жерінен туған ғой жұмыртқан жерге түсіпті. Оны алып ана жерге қойып қойдым. Оны тауықнасына салам ба дедім, кейін ойланып қалдым, салмай қояйыншы деп. Аплот енді жұмыртқа туып атқасын, оларда аплот қатты күшті болмайды. Сол себептен қосқан жоқпын. 4 брама екен ғой менде. Алдында 2 браманы сатып жүрген, осындай палевый брамаларды. Көкштеуға кетті. Вроде бәрін реттеп қойдым енді. Мына жерге есік істесем, қазір көрем, кешке дейін істеп тастайын ба даже. Есік төсеп, ішіне шөбін төсеп, сымдарын бәрін тартып қоятын шығармын қазір. Жалпы жаңалық осындай біздегі. Сіздерде қандай жаңалық болып жатыр? Комментарийға жазыңыздар, ақылдарыңызды айтыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, ұнамаса ұнамады деп жазып, пікір білдіріп отырыңыздар. Брама деген бәрібір басқаша болады түрі. Амандықта кездескенше сау саламатты болыңыздар. Алда тағы да жақсы жаңалықтар болады. Еще менде Кучинский балапандар шығып жатыр бүгін. Жаңа видеосын жіберді. Алла жазса оларды алып келем. Тоже видео салам алып келесін. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.